Қараша айы келсе, қараша халық соғымсыз отырмайды. Жалпы ірі қара жылқы сояды. Күнделікті жейтін қой етіне қарағанда соғым асқазанға жеңіл тиеді. Ал ірі қарадан жылқы еті әлде қайда тез сіңіріледі. Дәрігер маманы ретінде айтайын, жылқы етінің пайдасы өте көп. Сіздермен бірге денсаулық арнасы. Жылқы күйіс қайырмайтын жануар. Жылқыда өт жоқ. Жануардың бұл қасиеті майында холестерин аз дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз талма ауруына душар ететін бойымыздағы холестериннің мөлшерін азайтады. Екі қабат әйелдер мен темір тапшылық анемиясы бар адамдар көбірек жеген абзал. Себебі жылқы етінде әсіресе бауырында темір өте көп болады. Артериалдық гипертензиясы бар адамдар жылқы етін жесе, давлениесінің тез көтеріліп кетуін тежейді. Ұмытып қала беретін әдетіңіз болса, онда жылқы етін жиі тұтынғаныңыз жақсы. Жылқы етінде көптеген микроэлементтер мен дәрумендер бар. Жылқы етінің ең басты қасиеті жүрек қан-тамыр ауруларына, бүйректің жұмысын жақсартады. Буын ауруына да пайдасын тигізеді. Сонымен қатар жылқының жүрегін жеу ми қызметін жақсартады. Мидағы миллиондаған жасушаларды жаңартып, есте сақтау қабілетіне жауап беретін талшықтарға көмегін береді. Мамандардың айтуынша жылқы етін тұрақты жеу мидың ұзақ уақыт мүлтіксіз қызмет көрсетуіне септігін тигізеді. Сынықшылар сынған сүйекті салу үшін жылқының майын бекерден бекер пайдаланбайды. Бұл майының құрамында тін жасушалар мен жілік майын жақсартатын пайдалы элементтер барын білдіреді. Ат үстінде жүрген ата-бабамыз жылқы етін көп жеген, сондықтан белсіздік деген сирек болған. Ең бастысы, қазір бәріміз телефон, ноутбук, планшет көп қолданамыз. Жылқы сәуле өткізбейтін жалғыз түлік иесі. Осыдан ақ дамыған технологияның көп заманында жылқының қаншалықты пайдалы екенін біле беріңіз. Тек еті ғана емес, қымыз бен саумалды адам ағзасы үшін өте пайдалы. Қымыз бен туберкулезді емдеуге болады. Қазаныңыз майлы, көңіліңіз жайлы болсын.